СПИДпен қоғам болып күресуіміз қажет. Жамбылдық ақ халаттылар жұртшылыққа осылай деп дабыл қағуда. Өйткені бұл аурудың көрсеткіші жылдан жылға артып барады. Әсіресе ер азаматтар арасында белең алып тұр. Бұл туралы бүгін бақ өкілдеріне ЖИЦ орталығының мамандары мәлімдеді. Толығырақ әріптесім Аят Асқарбекұлы әңгімелеп берсін. Елімізде 24 мыңнан аса адам жұқтырылған иммундық тапшылық синдромына шалдыққан, ал жұқпалы кесел біздің өңірде де белең алып, 1222 адам дәл осы ауруға душар болған. Өкініштісі, оның 400-і қайтыс болыпты. Бұл ауруымыз қазір барлық аудандарда да бар. Көбінесе Шу ауданы мен Қордай ауданында көптеп тіркелінеді. Себебі онда инъекциялық есірткі тұтынушылар қоғамы көптеп кездеседі. ЖИЦті алға жұқтыру дерегі сонау 1988 жылдан бастап тіркелген. Содан бері бұл кесел дүние жүзін жайлап барады. Ал СПИДті жұқтырудағы негізгі фактор есірткіні пайдалану. Бұл бір, екіншіден жұқпалы дерт жыныстық жолмен таралады. Бұл ауруымыз енді қанда білінбей, ешқандай адам өзін аурумын деп сезінбейді. Бұл қоздырғыш адам қанына енгеннен кейін 3-6 ай кезінде ғана пайда болады. Сол кезде осы ЖИЦ орталығында ғана осы зертханамыз бар. Осы жерде ғана қанды тексерген, талдаудан өткізгеннен кейін ғана білінеді. Сондай-ақ дәрігерлер ЖИЦке шалдыққан азаматтарды қоғамға бейімдеу назарда екенін атап өтті. Ал ауру белгілері біліне бастағанда бірден дәрігерге жүгінген абзал дейді. Егер адамдар ауруға шалдыққанын ерте бастан білсе, емдік шараларды қабылдауы тиіс. Біздің ұсынған дәрі-дәрмектерді қабылдап, тағайындалған ережелерді ескерсе, ұзақ өмір сүруіне мүмкіндік бар. СПИД тек жеке адамның өміріне ғана емес, қоғамның тікелей дамуына кері әсерін тигізеді. Сондықтан дәрігерлер қоғам болып бұл кеселдің алдын орауға шақырады. Аят Асқарбекұлы, Леспек Әбдіжаппар, Нұрбол Қыстаубек, Жеті Ньюс.